Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы менің тәуелсіз Қазақстаным. Мой независимый Казахстан. Жаңа сөздермен танысамыз. Тәуелсіз, независимый, жоғары кеңес, Верховный Совет, мойындау, признать, қиыншылық, трудность, қарыштап, даму, интенсивно развиваться, өркенін өссін, живи долго. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып, жаңа сөздерді сөздікке көшіріп алыңдар. Ребята, с новыми словами составьте словосочетание, предложение. Новые слова перепишите в словарь. Бірінші тапсырма сурет бойынша әңгімеле. Оқушылар, суретте не көріп тұрсыңдар, қандай сөйлемдер құрастырасыңдар, ойластырып сөйлемдер құрастырыңдар. Первое задание. По картинкам составьте предложение. Что вы видите на картинках? Какие предложения вы можете придумать? А теперь проверьте себя. Өзіңді тексер, проверь себя. Казахстан тәуелсіз мемлекет. Казахстан независимое государство. Казахстан республикасының рәміздері бар. У Республики Казахстан есть свои символы. Олар ту, елтаңба, гимн. Это ту флаг, елтаңба герб, гимн. Тәуелсіз елдің монументі Бәйтерек. Символ независимой страны Бәйтерек. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Высота Бәйтерека 97 метров. Ребята, я думаю, что ваши предложения совпали с нашими предложениями. Келесі тапсырма, сұрақтарға жауап беріңдер. Следующее задание – ответить на вопросы. Сен қай елде тұрасың? В какой стране ты живешь? Казахстан қандай мемлекет? Казахстан какое государство? Тәуелсіздік күні қай күні? День независимости, когда мы отмечаем, какой день? 16 желтоқсан демалыс күні ме? 16 декабря выходной день? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. Ребята, постарайтесь самостоятельно ответить на эти вопросы. Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Давайте теперь проверим себя, насколько вы правильно и верно ответили на вопросы. Бірінші сұрақ. Сен қай елде тұрасың? Мен Қазақстанда тұрамын. Я живу в Казахстане. Мен Қазақстанда тұрамын. Қазақстан қандай мемлекет? Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Казахстан независимое государство. Казахстан тәуелсіз мемлекет. Тәуелсіздік күні қашан? Қай күні? Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. День независимости 16 декабря. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. 16 желтоқсан демалыс күні ме? Иә, 16 желтоқсан демалыс күні. Да, 16 декабря выходной день. Иә, 16 желтоқсан демалыс күні. Жақсы оқушылар, жауаптарын біздің жауаптармен сәйкес деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы верно ответили на поставленные вопросы, и ваши ответы соответствуют нашим ответам. Ал енді үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге тапсырма сөздерді жаттау және 23-ші бетте екінші тапсырманы жазбаша түрінде орындаңдар. Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіңдер? Как вы понимаете слово независимость?
диаграмманы толықтырып сөйлем құра. Нужно вам дополнить диаграмму и составить предложение. Тәуелсіздік, независимость, ешкімге тәуелді емес, никому не зависит. Жеке мемлекет, отдельное государство, өз байлығын өзі басқарады. Сам управляет своими богатствами. Тәуелсіздік деген сөзді қалай түсінесіңдер? Өз сөзімен түсіндіріп жазыңдар. Вы должны написать, как вы понимаете слово тәуелсіздік, независимость, своими словами, и составьте с этими словами предложение. Жақсы. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Кері байланыс. Бүгін сабақта қандай тақырып өттік? Какую тему сегодня проходили? Бүгін сабақта қандай тақырып өттік? Қазақстан қандай мемлекет? Казахстан какое государство? 16 желтоқсан қандай күн? 16 декабря какой день? Ал енді оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.